Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте ерекше түрік елінің тәттісі чак-чактың рецебімен бөліспекшімін. Ең алғаш рет дайындаған кезімде қонақтарым таң қалған болатын. Сондықтан сіздермен де бөлісуді жөн көрдім. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте әдемі және тәтті болып шығады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы суымызды салып, оның үстіне тұзымызды, бір шай қасық ашытқымызды құйып, бөлме температурасындағы сары майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды қоса отырып, жұмсақ қылып қолымызбен қамыр илейміз. Мінекей біздің жұмсақ болып шыққан бір қамырымыз дайын болды. Енді екінші қамырын дайындап алатын боламыз. Бұл үшін ыдысымызды газге қойып, үстіне сары майымызды салып ерітіп аламыз. Және де үстіне 2 ас қасықпен какаомызды қосып, 1 ас қасық қантымызды қосып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Барлығы біркелкі масса болғаннан кейін үстіне суымызды құйып, тағы да араластырып алатын боламыз. Отын өшіремізде осы жылы күйінде ұнымызға қоса отырып, алдымен қасықпен араластырып, одан соң қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Мінекей біздің екінші қамырымыз да дайын болды. Енді барлығын бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Ақ қамырымызды 6 бөлікке бөлеміз. Достар, менің қазақша контентті каналымды қолдап, тіркеліп, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін әр елдің тағамдарының рецебімен бөлісіп отыратын боламын. Енді какао қосылған қамырымызды 3 бөлікке бөліп алатын боламыз видеодағыдай. Қамырларымыз дайын болды. Бетін жауып, мұздатқышқа жарты сағатқа қойып алатын боламыз. Жарты сағат өтті. Енді қамырмен жұмыс жасай бастаймыз. Бізге алдымен қажетті 2 ақ қамыр және 1 какао қосылған қамыр қажет болады. Видеодағыдай барлығын жұқа қылып, үшеуінің формасын келтіріп алатын боламыз видеодағыдай. Сіздер де дайындап көріңіздер, өте дәмді, ерекше болып шығады. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Астына ақ қамырымызды, ортасына какао қосылған қамырымызды, оның үстіне тағы да 1 ақ қамырымызды салып, үшеуінің айналасын барлығын бірдей қылдырып, видеодағыдай келтіріп алыңыздар. Дайындап келтіріп алғаннан соң пышақтың көмегімен 4 бұрышты етіп кесіп шығатын боламыз, барлығын бірдей қылдырып. Барлық қажетті заттардың мөлшерін описание бөліміне толықтай жазып қоятын боламын. Кесіп дайындап алғаннан соң видеодағыдай жасап шығыңыздар. Алдымен 2 шетін, одан соң екінші жағын бүгіп, конфет тәріздес етіп келтіреміз формасын. Тағы бір рет көрсетіп жатырмын сіздерге түсінікті болуы үшін. Жасап болдық. Енді қызып тұрған майымызға 2 жақ бетін қуырып дайындап алатын боламыз. Бауырсақ тәріздес етіп араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі түске еніп жатыр, сарғыш түс беріп. Осымен біздің бүгінгі түрік халқының тәттісі дайын болып қалды. Барлығын дайындап ыдысымызға түсіріп алатын боламыз. Енді басқа құрғақ ыдысымызға балымызды құйып, үстіне қантын салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Қантты салып салмау өз еріктеріңізде, ол міндетті емес. Миоттың өзінде ысытып алып құя берсеңіздер болады. Осы балымызды ыстық күйінде чак-чагымызға құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Өте ерекше чак-чакты сіздер де дайындап, қонақтарыңызды таң қалдырып көріңіздер. Ұнап жатырса, лайк басып, комментария қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге алғысымды білдіремін. Сіздермен болған Гүлбану.